Менің Америкадағы күнделікті өмірім. Сабақ 8:45-те басталады. Мен 7:05 кеткенде тұрып, денемді шынықтыруды бастаймын. Бет жуу процесі. Бет жуып болғасын тест су. Мектепке аш бармау үшін таңғы асқа круассан мен нутелла. Мектепке образым осындай болды. Бәрін болған соң үйден шығып досыммен көрісіп, өзімнің электр белгімен жолға аяқ бастым. Жолда керемет бейнелер, көрікті талдар мен жасыл жапырақтар. Барлығы кинодағыдай тамаша. 15 минут жолда болып мектепке енді келе жатырмыз. Ал мынау біздің кітапханамыз, көбісі жай демалуға келеді. Бірінші сабақ бізде Америка тарихы. Айтпақшы, бізде сабақ уақыты 70 минутқа созылады. 70 минуттық сабақтан кейін кеңес беру деген сабақ. Бұл сабақты релакс сабағы деп айтуға болады. Уақыт 10:40-та бізде 10 минуттық қоңырау. Ең қызығы, осы тамақтардың көбісі тегін болады. Келесі сабақ ағылшын сабағы болды. 12:15-те бізде түскі ас уақыты. Бұның созылуы жарты сағат. Тамақтардың барлығы тегін деп айтқым келеді, бірақ тек кей тамақтар тегін емес. Яғни чипсы, 0,5 натуралды соқтар және йогурттар. Көріп отырғандарыңыздай, тамақ өте көп. Тамақтан кейін өзіңе жеміс жидектер алуға болады. Соңында өзіңе керек заттарыңды аласың: кетчуп, қасық, соус, салфетка дегендей. Осындай бізде керемет отыратын жер бар. Достарыммен отырып асымды жеп алдым. Соңғы сабақ ғылым сабағы болды. Өкінішке орай мұғалім видео түсіруге рұқсат бермеді. Сабақ 2:10-да аяқталды. Өз велигіме оралып, досыммен бірге үйге қайттым. Осындай туралы видеолар көргіңіз келсе, комментарийға жазып кетіңіз.